Сіздің ісіңізді сотқа берген жағдайда не істеуге болады? Сотта сіздің құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз қандай? Сондай-ақ соттағы істің қаралу мерзімі қандай? Деген сұрақтарға бүгін бұл видеода мен жауап беруге тырысамын. Қызық болса, онда ары қарай көреміз. Сәлем достар! Сонымен ең маңызды ақпарат, коллекторский компания немесе банк сізді қашан сотқа береді. Соған тоқтала кетейік. Бұл жерде жағдай ешқандай да мерзімге байланысты емес. Яғни, егер де сіздің тұрақты жалақыңыз, атыңызда көлік немесе үй болатын болса, онда коллекторлық компания немесе банк сізді 90 күннен кейін де тіпті 1 жыл мен 3 жылдың арасында да сотқа бере алады. Мысалы, егер сіз просрочка осы жылдың қаңтар айында шыққан болсаңыз, ал сізде тұрақты жалақы, өзіңіздің атыңызда көлік, үй, пәтер болмаған жағдайда, онда коллекторлық компания сізді ешқашанда сотқа бермейді. Себебі коллекторлық компанияға бұл тиімсіз. Сотқа сізді беру дополнительный шығын болып табылады. Ал просрочкаға осы жылдың қаңтар айында шығып, бірақ та сіздің атыңызда жаңағыдай көлік немесе пәтер немесе үй болатын болса, онда коллекторлық компания 90 күннен кейін де тез сотқа беру мүмкін. Мұндағы мақсат жаңағы жалақыңыздың 50%-ын ұстап отыру, немесе мынау көлік, үй, пәтерлерге арест қою, кейбір жағдайларда сатып жүру. Бұл жерде мән беретін жағдай көбінесе сізде қанша несие қалды. Сондай-ақ үйдің бағасы қандай, көліктің бағасы қандай. Ол жағдайларда әсер етуі мүмкін. Арест қойды деген сөз, ол сатып жүрді деген сөз емес. Бұл жерде мен сізге беріп кететін кеңес, коллекторлық компаниядан қашан маған график жасап береді деп күтіп отырмай, өзіңіз айына 1000 теңгеден немесе 10.000 теңгеден, яғни сіздің жағдайыңыз келген кез келген соманы ай сайын төлей беру керек. Бұл не үшін қажет? Ертең сізді коллекторлық компания сотқа берген жағдайда, сіз соттың алдына барған жағдайда, бұл жерде сізді өте жақсы адам ретінде көрсетуге қажет болады. Яғни, сіз ешқандай өзіңіздің міндеттемелеріңізден қашып жатқан жоқсыз, төлеп жатырсыз, бірақ белгілі бір жағдайларға байланысты жағдайыңыз келмей тұр. Сондықтан да ай сайын шамаңыз келгенше төлеп жатырсыз. Бұл судьяның алдында өте жақсы көрсеткіш болып табылады. Сонымен сізге суд.kz сайттан SMS келді делік, ары қарай не істейміз. Яғни сізге сот болардан алдын ешкім қорқытып, үркітіп, біз соттан сізге хабарласып тұрмыз деп ешкім звондамайды. Тек қана телефоныңызға SMS қана келеді. Ол SMS-те не көрсетіледі? Ол SMS-те соттың толық атауы, қай жерде орналасқаны, қандай іс бойынша сізді шақырып жатыр, міндетті түрде датасы, уақыты, сондай-ақ судьяның толық аты жөні және де тағы да қосымша ақпарат алу үшін телефоны, яғни судьяның телефоны жазылып тұрады. Ары қарай не істейміз? Ары қарай міндетті түрде сотқа барамыз. Ол жерде бізді ешкім жеп қоймайды, ешкім соттап жібермейді, ешкім түрмеге отырғызбайды. Неге? Себебі бұл несиелер бойынша істердің барлығы азаматтық істер болып табылады. Азаматтық істер бойынша ешкім түрмеге отырғызбайды, соттамайды. Ол жерге барған кезде сотта судья отырады, судьяның жанында судьяның хатшысы отырады. Сіз барған жаңағы сот отырысы толықтай аудио-видео фиксациямен болады. Ол жерде ең бірінші мән беретін нәрсе
тіл. Егер де сот отырысы орыс тілінде болса, ал сіз орыс тілін жетік білмейтін болсаңыз, онда сот сізді аудармашымен қамтамасыз етуге міндетті. Ол сіздің құқығыңыз тегін аудармашы алуға. Екіншіден айта кететін нәрсе, азаматтық істердегі сот төрелігі заң мен сот алдында барлығының теңдігі негізінде жүзеге асырылады. Азаматтық іс жүргізу барысында азаматтарға ешқандай да артықшылық берілмейді. Олардың ешқайсының шығу тегіне, әлеуметтік жағдайына, лауазымдық және мүліктік жағдайына, жынысына, нәсіліне, ұлтына, тіліне, дініне, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген жағдайларға кез келген жағдайларға байланысты кемсітуге болмайды. Заңды тұлғаларға артықшылық берілмейді және олардың ешқайсысы олардың орналасқан жері, заңды нысаны, бағыныстылығы, меншік нысаны және тағы да басқа себептер бойынша кемсітілмейді. Бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз сіз сотқа барған кезде судьяның алдында несиені төлемей жүрген сізді сотқа беріп отқан банк немесе коллекторлық компания екеуіңіз де судьяның алдында екеуіңіз де тең болып есептелесіз деген сөз. Үшіншіден, сотқа барған кезде сіздің қандай құқықтарыңыз бен міндеттеріңіз бар? Соған тоқтала кетейік. Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу кодексінің 46 бабына сәйкес іске қатысушы адамдар іс материалдармен танысуға, олардан үзінділер мен көшірмелер жасауға құқылы. Шақыру дәлелдемелер ұсынуға және оларды зерттеуге қатысуға. Іске қатысушы басқа адамдарға, куәларға, сарапшылар мен мамандарға сұрақтар қоюға, өтініш беру, оның ішінде талап қоюды қамтамасыз ету, дәлелдемелер алу, қосымша дәлелдемелер сұрау және келісу рәсімдерін қолдану жөнінде шаралар қолдану. Сотқа ауызша және де жазбаша түсініктемелер беруге. Сот процесінде туындайтын барлық мәселелер бойынша өз дәлелдеріңізді келтіруге. Сондай-ақ іске қатысушы басқа да адамдардың өтініштері мен дәлелдеріне қарсылық білдіруге, сондай-ақ сот талқылауларына қатысуға, сот отырысының хаттамасымен танысуға және де оларға жазбаша ескертуге беруге, соттың шешімдеріне, ұйғарымдары мен шешімдеріне шағымдануға, Қазақстан Республикасының азаматтық іс жүргізу туралы заңнамасында көзделген басқа да іс жүргізу құқықтарын пайдалануға. Олар өздеріне тиесілі барлық процессуалдық құқықтарды саналы түрде пайдалануға, басқалардың құқықтарын теріс пайдаланбай, олардың мүдделерін бұзбай, істі қарау мен шешудің уақытында әдейі кідіртілуіне жол бермеу керек. Сондай-ақ іске қатысу осы кодексте белгіленген жағдайларда және де тәртіпте байланыс құралдарын пайдалана отырып қамтамасыз етілуі мүмкін делінген. Төртіншіден, ескерте кететін жағдай, сот шешімі бойынша ешкім сізді банкке немесе коллекторлық компанияға қарсы соманы бір күнде төлеуге мәжбүрлей алмайды. Сот ісінің қаралу мерзімі 2 айдан 6 айға дейін уақытты алуы мүмкін. Кейбір жағдайларда ол уақыт 1 жылға дейін де созылуы мүмкін. Менің сіздерге кеңесім, осы сот қаралып жатқан кезде ай сайын тағы да шамаңыз келетін соманы, несиені төлей беруді жалғастыра беру керек. Сол кезде сот қаралып біткенге дейін сіз жаңағыдай қарыз соманы едәуір азайтып қоюыңызға болады. Бесіншіден айта кететін, біздің Қазақстан Республикасында сот жүйесі олар 3 сатыдан тұрады. Біріншісі мынау район аралық соттар. Бұл жерде бір судья отырады. Егер де бұл соттың шығарған шешімі сізді қанағаттандырмаса, яғни ұнамаса, онда одан жоғары отырған қалалық сотқа сіз апелляциялық шағым беріп шағымдана аласыз. Апелляциялық алқада ол жерде 3 судья отырып ісіңізді қайтадан қарайды. Егер де сол апелляциялық, яғни қалада отырған судьялардың шығарған шешімі ол да сізге ұнамаса, онда одан да жоғары отырған Астана қаласында отырған, Нұр Сұлтан қаласында отырған кассациялық
алқа деп айтамыз. Яғни сол жерде жаңағыда Нұр-Сұлтан қаласында отырған 3 судья тағы да ол қалалық соттың үстінен жоғарғы сот деп айтылады, Верховный суд, сол жаңағыдай қайтадан сол істі, сол шешімді қайтадан қарайды. Яғни сіздің шешіміңіз 3 сатыдан өтеді деген сөз. Егер де сіз оны қалайтын болсаңыз, сіздің шешіміңіз 3 сатыдан өтеді деген сөз. Районный сот, районный суд, городской суд, сосын Верховный суд. Жоғарғы соттың төрағасы Асанов Жакип Кажманович деген мырзам. Оны білу өте қажет деп ойлаймын. Ол кісіні теледидардан өте көп көрген шығарсыздар. Сонымен сіздерге тағы да айтатын ең маңызды кеңесім, ол ешқашан берілмеу керек. Өзіңіздің әділдігіңізге, өзіңіздің жеңіп шығатыныңызға күдік, күмән келтірмеу керек. Егер де сіз әділдік іздейтін болсаңыз, значит, до последнего барасыз деген сөз. Ешқашан шаршамау керек. Барлық жерде әділдікті іздеп жүруге тырысу керек. Сондай-ақ бұл әділдік іздеу деген сөз, яғни сіздің өзіңіздің құқықтарыңызды қорғау деген сөз. Өкінішке орай нарық заманында өзіңіздің құқықтарыңызды өзіңіз қорғамасаңыз, өкінішке орай сіз үшін сіздің құқықтарыңызды ешкім қорғамайды. Осымен мен сіздермен бүгін сот жайында біраз ақпаратпен бөлістім. Пайдалы болды деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде төменде комментарийге жазып кетіңіздер. Видеоны міндетті түрде басқалармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал ұнаған болса, онда лайк басыңыздар. Сондай-ақ міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назар аударып тыңдағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Сау саламат болыңыздар.